Бізде қандай көркем таулар, көлдер, сарқырамалар барын білеміз. Осындай табиғатымыз бар екен деп қазақ болғанымызға, осы елдің тұрғыны болғанымызға мақтанамыз. Менің кішкентай кезімдегі сүйікті пәнім география болатын. Жер су аттарын, елдерді, олардың астанасын, әлемнің 7 кереметін жатқа білетінмін. Және болашақ мамандығым да қоршаған ортамен байланысты болатынына сенімді болдым. Сондықтан мен жоғары политехникалық колледжінің туризм мамандығын таңдадым. Маған ұнағаны, мен колледжді бітірген шақта бірнеше квалификация аламын. Олардың ішіне спорттық туризм, экскурсия жетекшісі, турагент, туризм менеджері кіреді. Практика кезінде біз Бурабайға саяхатқа шықтық. Көрікті жерлерді аралап, Риксос қонақ үйінде де болдық. Сол саяхатты қорытындылай келе, біз туризмнің адамға қажеттілігіне көзіміз жетті. Адам табиғатпен үндескен кезде жан дүниең тынышталады, және табиғат сенімен өзінің күшімен бөліседі. Мен Қазақстанда ішкі туризмнің дамуына үлкен үлесімді қосқым келеді. Статистикаға сүйенсек, ішкі туризм 25% ғана құрайды. Біздің табиғатымыз үшін бұл өте аз. Сіз Шарын шатқалында болдыңыз ба? Ал қорғандарда ше? Әнші құмдағы ыстық құмды сезіндіңіз бе? Ал біз танып білмеген жерлер қаншама? Қанша жерлерде туристер болмаған? Оның барлығын зерттеп білу тек біздің қолымызда.